Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын булочкидің рецептімен бөлісемін. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бізге ең алдымен қажет болады шамамен 100 граммдай ерітілген сары май, және де міндетті түрде ерітілген сары май болуы қажет. Көбірек қоссаңыздар, булочкаларыңыз одан да қатты жұмсақ бола түседі. Оның үстіне 70-80 граммдай қант қосамыз, және де тұз саламыз. Тәттіні қатты ұнататын болсаңыздар, қантты көбейтсеңіздер болады. Және де 100 грамм су, оның үстіне 150 грамм сүт құямыз. Мінекей достар, және де оның үстіне ванилин саламыз. Ванилиннің өзі ерекше, тәттірек дәм береді, білесіздер, өте керемет болып шығады. Және де үстіне 1 шай қасық шамасында ашытқымызды салып, міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп, дәл осылай жұмсақтау етіп қамыр илеп алыңыздар. Достар, міндетті түрде қамырларыңыз жұмсақ болып иленуі шарт. Себебі қатты болса, булочкаларыңыз ешқашанда жұмсақ болып шықпайды. Жұмсақ қамыр илеңіздер, қолға жабыспайтындай етіп, енді кезекте бетін пленкамызбен жауып, ашуын күтетін боламыз, достар. Шамамен 1 сағатта менде ашып шықты. Мінекей қараңыздар, өте керемет болып көтерілді. Енді осы қамырларымызды бір қайтара отырып, дастарханымыздың үстіне төсеп, өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Менде ең оңай тәсілі осы болды. Дәл осы тәсілмен видеодағыдай формалар жасап, яғни жасап алсаңыздар болады. Ең оңай және де жасалу жолы да жылдам. Жасалу тәсілі осындай, қыздар, жасап көріңіздер. Мен алғаш рет жасап отқандықтан басында қолым үйренбеді, қараңыздар, бірақ та өте керемет форма береді. Сіздерге түсінікті болу үшін 2-3 қайтара жасап көрсеттім. Мінекей дәл осылай жасап көріңіздер. Қамырларымыз өте жұмсақ болуы шарт. Мінекей достар, сонымен қатар достар, Мөлдірдің асханасы деген менде Инстаграм парақшамда бар. Ол жақта да керемет дәмді рецептермен бөлісіп отырамын. Ол жаққа да тіркеліп алыңыздар. Мінекей достар, дәл осы формада, барлығында бір қалыпты формада жасап шықтым. Енді кезекте барлығында табамыздың бетіне орналастырып, бетіне тек қана жұмыртқаның сарысын жақтым. Ағын араластырудың қажеті жоқ, сарысын ғана жағыңыздар. Әсемдік үшін бетіне мак септім. Сіздер ұнатпасаңыздар, сеппей қойсаңыздар да болады. Өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шықты. Достар, дәл осы қалыпта 220 градуста 15-20 минут арасында пісіріп алдым. Қараңыздар, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, парақшамның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алда менен керемет рецепт күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Бізге ас болсын. Парақшаға тағы да тіркелуді ұмытпаңыздар. Подписацияны басуды ұмытып кетпеңіздер.